Қандай диагноз қойылған? Билиарный холангит. Қандай? Билиарный холангит. Симптом қалай? Бауырдың ауруы. Бауырдың ауыры, фиброзный печень, тоже денесі қышитын, иә? Иә. Дене қышитын. Бұл кісі бізге кейін осы 91-ші ағымда оқыды. Бұл кісі бізге қазір толыққанды айыққан жоқ әрине. Енді бірақ сабақ тыңдап алып, бізден ем алып үйге барып өзін өзі емдеуге болады. Бұл кісінің бізге келгенде бүкіл беті қап-қара, иә, сондай болатын. Денесінің бәрі теңбіл қап-қара болатын. Терлеуші ме едің? Терлейтін, бірақ денем қышып, одан кейін ұйқысыз. Қанша жыл қышып жүрген? 2 жылдай болды. Ұйқысыздық қанша жыл? Бірде ұйықтаймын, бірде ұйықтамаймын. Қазір ұйқыңыз қалай? Ұйқым жақсы. Ұйқысы Денем бәрі бұдан басылды. Ана денесіндегі қара-қарадан анандай төшік болып кетті, иә? Ақырын болып кетіп жатыр, иә? Бірақ толыққанды кеткен жоқ. Толыққанды болып кетті. Иә. Ақмарат, сен үйге барғаннан менімен тағы WhatsApp-пен сөйлес, иә? Яғни адам ауруы енді әртүрлі эмоциядан, әртүрлі тамақ жемегеннен, тұрмыс режимінен әртүрлі факторын деп отырмын. Сөйтіп жылуғатын кетіріп алды ғой енді. Ақмаралдың өзінің жеке басының жағдайы ерекшелеу. Сондықтан өмір өзі тұрақсыз, баянсыз, солай ма? Соны терең түсініп, бір ақиқатын түсініп, ары қарай сол өмірді қабылдап, өзіңді күтсең, адам өзін өзі өзгерткен кезде өзі айналасы да өзгеріп шыға келеді. Сен чырып етіп жүрген кезде айналаң ешқашан өзіне сондай энергияны тарта бересің. Иә? Сондықтан жаңа ерекше балаларыңды емдеп алуға өзің ең әуелі өзгеруің керексің. Күш-қуат жинауың керексің. Тыныштал. Қашан тынышталасың, айналаң тыныштала бастайды. Иә? Ақмарал. Сонда мына жерде біз жартылай кішкене көмектестік, түсіндірдік, оқудың бәрін түсін. Енді үйге барып өзіңді өзің алып кету өзіңнің қолыңда. Иә? Жақсы. Нәтиже бар ғой жалпы, иә? Нәтиже бар, әрине. Жақсы. Қол аяғыңыз балаларымды алып келемін. Алып келіңіз, иә, алып келіп біз бастап берейік емдеп. Одан ары қарай өзіңіз жалғасып емдейсіз, иә? Жақсы, рахмет Ақмарал. Рахмет сізге. Ем алыңыздар. Мен негізі бұндай көп сенбейтін, медицина бұрын қойдың етін вообще жемейтін, жылқының етін ғана же деп айтатын ғой. Қойдың еті действительно күшті екен, терлетеді. Одан кейін ащы нәрсе, бұрыш дегенді вообще жей алмайтын. Қазір оның бәрін жеп жатырмын. Бірінші кезде қорықтым имбирді да ішуге. Қарасам, мына жерде язва, неше түрлі аурумен адамдар келіп жатыр ғой, рак. Солардың бәрі қалай мына ащы имбирді ішеді, жейді. Мен сізге бірінші күні айттым ғой, мен аллергикпін, мен іше алмаймын бұндай ащы нәрсені деп. Сонда да мен ешкімге сенбедім, мен өзім көп нәрсеге бірінші көзімді жеткізбей сенбеймін. Сосын бірінші бірақ қасық кішкене имбирді жеп көрдім. Қарасам, вроде қышымайды, бұрында қышып кететін ғой, сәл бір жақпайтын зат, тамақ ішсем. Қарасам, имбир қышытпайды да, и нормально вроде. Бірақ мына жерімді жылтып, сондай болды. Ойладым, қазір мен асқазаным яз болып кетпей ма, мына ащы имбирден деп. Екінші күні 2 қасық іштім, үшінші күні 3 қасық сөйтіп көрдім, өзім тексеріп. Сосын уже кисене бастадым. Қазір имбирді рахаттанып ішіп алып жатамыз. Терлеп. Жақсы. Жерде де ем болсын, ем алыңыздар. Күш-қуат жинадың ба? Иә, күш-қуат жинадым. Жолдасыңыз бар ғой, иә? Біле ме сіздің ем алып жақсы болды? Жолдасым кеше келді, бүгін ұшып кетті. Кеше келді ме? Келіп сабаққа қатысқысы келеді, енді келесі жол Бүгін лекцияны тыңдау керек еді, иә? Жарайды. Келесі жол баламды алып келемін. Қай жерден келесіз? Тараз қаласынан. Тараздан, иә? Жақсы. Неше күн ем алдыңыз? Ертең 20 күн. Несі қалған уақытта ембірдің чайын ішейін бе, тоқтатамыз? Ембір мынандай ғой, әр нәрсенің шегі бар ғой. Өзіңді 100% саумын деген кезде уже тоқтатасың. Енді 100% сау адам қандай болады, өзің білесің ғой. Ешқай жерің ауырмайды, қол аяғың жып-жылы, тәбетің жақсы, ақырындап терің, кожың бәрі тазара бастайды. Тер, әсіресе көбірек терлеу керек, жаттығумен сізге. Сосын түнде ерте ұйықтау бауырды емдейді. Бұрын иә, вообще ерте ұйықтай алмайтын. Иә. Ерте ұйықтауды да үйрендік, азанда зарядка. Сөйтіп аздап, жайменде дозасын ақырын азайтасың да, сөйтіп өзіңді өзің тоқтатасың, иә? Сосын менде гайморит болатын, хроничный нервтарды суықтаған. И өткенде имбирді жаққан кезде прям слизь шықты ғой. Жаңағы іріңдер, нелердің бәрі. Ода жоғалды қазір. Иә, шүкір. Ағарыпсыз кәдімгідей. Қап-қара беті бір тазаланбайтын кір болып жүрген. Отыратын, мына жерде отырған. Мына жерде отырған сен? Ана жақта қап-қара болып отыратын, иә. Жақсы.